Адамның өмірі ол былай жай айтып, жазып қоя салатын зат емес қой. Жедел жәрдем көрсеткен кезде, жаңағыдай көмек көрсеткен кезде бірдемені дұрыс істеу, потом кейін түзетіп аламын деген болмайды медицинада. Істедің бе, нақты бәрін дұрыс істеу керексің. Мен есімім Жасұлан Нұрланұлы. Қазір толық жасым 37-де, 2 айдан кейін 38-ге келем. Жалпы медицина мамандығында 20 жылдай болды істеп жатқаныма. Қазіргі авиация саласында ашылғаннан бері осында істеп келе жатырмыз. Түрткі болған мен ағаларым көбі медицина қызметінде жұмыс істейді. Жалпы өзім былай адамға бір жақсылығын тигізіп көмектескім келіп тұратын. Мен күнім мысалға таңертең біз ерте тұрамыз жұмысқа дайындалу үшін. Таңертең сағат 6:30 кезінде солай үйден шығам. Мен Қосшы деген жерде тұрам, қаланың жанында, Тайтөбе деген ауылда тұрам. Жұмысқа келеміз. Жұмысқа келгеннен кейін ең бірінші біз жаңағы киімімізді ауыстырамыз. Мысалы, кез келген уақытта диспетчерский шақыртады. Осындай науқас, осындай жақта, осындай жерде, осындай уақытта ұшуым керек болды. Біз жаңағы бұйрық дейді ғой, бұйрық сияқты ғой. Басында ең бірінші ұша бастаған кезде біз бәрімізге көп ұшсақ қой деп қызығатынбыз негізі. Мақсат бізде жаңа науқастың жағдайы, содан кейін жаңа аспанды көру деген сияқты ғой, үстінен қараған қызық қой негізі. Кейін қазір шақыртулар көп болғаннан кейін біз ол жағынан қатты ойланбаймыз. Науқасты аман-есен алып барып, аман-есен алып келу науқасты, соны ғана ойлаймыз қазіргі кезде. Бір жылда 2000-3000 ға дейін шақыртулар болады авиацияда мысалға. Ең бірінші күн бәрінде есінде болады шығар, өйткені бірінші күні жұмысқа түскеннен кейін бірінші науқас кішкене ішкі қорқыныш болады, сенімсіздік болады. Әрине ол науқастың түрі де есімде, жатқан бөлмесі де, пәтері де бүкілісі есімде. Дәрі қандай дозировка салғаныма дейін есімде бар қазіргі кезде. Ең бірінші ұшқаным ол 2012 жылы болды. Ерейментау мен Екібастұз орталығында бір жер көлік апаттары болды. Екі машина бір-бірімен қақтығысқан, қарама-қарсыға келіп. Өкінішке орай ол кезде ешкім сау қалмады. Біз бардық, біз барғанда сол 1 сағаттың ішінде үлгердік ұшып. Ең біріншінде әрине қобалжу болады, өйткені жаңағыдай қалай қонады, қалай мінеді деген сияқты біз былай теориялық түрде бізге жеткізіп оқытса да, практикалық жаңа тәжірибелік түрде өте басқаша, ерекше болады, басқаша болады. Жаңағыдай барған кезге дейін уже науқас кетіп қалатын болса, жаңа ол дүниелік көп, онда әрине жаңағы туыстарының агрессиясы болады. Мысалы, бәрі ойлайды да, мысалға жедел жәрдем келді, біздің кінәміз, біз үлгермедік, біз кешігіп қалдық, біз істей алмайтындар сияқты болып көрінеміз да, ондай кездерде. Бірақ барғаннан кейін кеш барсақ та әрекет жасаймыз, протокол бойынша жұмыс жасаймыз. Уақытында барып үлгеріп құтқарып алған уақыттар да болды, олар да көп болды өте. Ол кезде әрине көңілім толып, кәдімгідей өзіңді қуанышты сезініп, ерекше мәтіне боласың. Ұшақта, аспанда ұшып келе жатқан науқасқа бірдеңе болатын болса, ол жерде ешкімде сенде көмек сұрай алмайсың, тек қана өзінің біліміне, өзінің білгеніне ғана жүгінесің болды. Жерге жақын болғандықтан науқастар кішкене жеңіл тасымалдау болады. Ал жоғары шыққан кезде атмосфералық давление, жаңағы қысымы өзгереді. Атмосфералық қысым өзгергеннен кейін жаңағы адамның ішіндегі физиологиясы да кішкене бәлсеңдейді, өзгереді. Егер балалармен тасымалдаған кезде, 18 жасқа дейін, ата-аналар кейбірлері көбі бірінші рет ұшады. Көбінің ойы былай ғой, авиация келсе, мысалға бұрыннан қалыптасып қалған әдіс қой. Олар ойлайды, бастықтың баласы, бір байдың баласына келді деп мысалға. Солай деп ойлайды көбі, халыққа жеткізгім келетіні, ол бізге неге айырмашылық жоқ, кім болса да мысалы. Науқас қабылдадық па, науқас кім екені, кім болды, кім болады, бізге оның қатысы жоқ. Ведь клинических департаментов.
Президент назвал открытие такого уникального объекта большим достижением отечественной медицины и выразил надежду, что он станет центром притяжения квалифицированных специалистов. Глава государства пожелал медикам успехов и подарил центру реанимобиль. Орталық ашылған кезде келіп, ашып кетудің өзі қолдау деп есептеймін мен. Мән бөліп, жаңағы дамуымызға үлес қосады мемлекет. Ол халыққа жақсы біріншіден. Бәріміз халыққа қызмет ету үшін жүрміз ғой. Менің балам айтты, әке дейді, сен күнде жұмысқа бара бересің ба дейді ғой маған. Айтам, енді жұмыс болғаннан кейін барасың, істейсің деп. Сондай сұрақтар болады. Барлық медициналық қызметкерлерге ең басты денсаулық тілегім келеді. Бәрімізді халқымыз ризалықпен, қуанышпен және амандықпен болсын деп.